Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен мен Әйгерім бір жасағаннан жеңіліп кететін қатпарлы пияз нанымыздың рецептіменен бөлісетін боламын. Ол үшін менімен бірге болыңыздар, арнамнан алыстамаңыздар. Ал ендеше кеттік. Ең алдымен суымызға тұзымызды, аштығымызды салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Ұнымызды дайындап алған болатынбыз. Онды міндетті түрде ұн илегіштен өткізіңіздер. Енді дайын болған суымызды ұнымызға құйып, ең алдыменен қасықпенен араластырып аламыз. Құйып болғанша, одан кейін қолымызбен қамыр илейтін боламыз. Егер де қамырларыңыз қолдарыңызға жабысып жатса, тағы да ұн қосып илеуге болады. Қамырын иледік. Енді үстіне азын-аулақ ақ майымызды құйып, тағы да жақсылап илейтін боламыз. Сонда қатпарлы қаттамамыз керемет шығатын болады. Қамырымыз да жылтырақ болып шығады. Жақсылап илеп алдық. Енді оның бетін пакетпен жауып 10-15 минутқа қойып қойыңыздар. Оны ашытудың қажеті жоқ, тек 10-15 минутке қойып қойсаңыздар жеткілікті. Енді кезек салмасына пияз қостық. Пиязды жақсылап турап алатын боламыз. Мен толық рецепті описанияда жазып қалдыратын боламын. Описанияға кіріп көрсеңіздер болады. Пиязымызды дәл видеодағыдай қылып турап шығасыздар. Ортасынан бөліп, екіге, одан кейін осылай турайсыздар. Жіңішке етіп. Пиязымызды толық турап алдық. Ендігі кезекте пиязымызға тұзбенен қара бұрышымызды қосатын боламыз. Тұзымызды салып, қара бұрышымызды салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Тұз бен қара бұрышты араластырып алдық. Енді оны екіге бөліп қойып қоятын боламыз. Илеген қамырымыздың дайын болды қамырымыз. Енді оны екіге бөліп, бір бөлігін алып қойып, екінші бөлігін жаятын боламыз. Ұнды көбірек қолданып жайыңыздар, себебі қамырдың құрамында май болғандықтан қамырымыз жабыс қалады. Сондықтан мейлінше көбірек етіп ұн қосып жайыңыздар. Қамырымызды осылай дөңгелек етіп жайып шығатын боламыз. Екі шетінен басып жайыңыздар қамырды, сонда қамырларыңыз тегіс дөңгелек болып шығатын болады. Тек екі шетін ғана басу арқылы жаятын боламыз. Қамырымыз дайын болды. Енді үстіне ерітілген сары майымызды құйып, жақсылап барлық жеріне жағып шығатын боламыз. Қолдың көмегімен тегіс жағылу қажет. Содан кейін оның үстіне салмасын салатын боламыз. Салмасын пиязымызды салып, жан-жағына толықтай жеткізіп тұрып салып шығатын боламыз. Каналға тіркеліп, лайк басып отырыңыздар. Осылай толықтай қойып, енді ортасынан екіге бөліп барып, рулет тәрізді орайтын боламыз. Толықтай орасаңыздар, пиязнан қатпарлы қаттаманыңыз дұрыс шықпайтын болады. Сондықтан
теңдей ортасынан бөліп рулет тәрізді орап протеинімізді жайғастыратын боламыз. Дөңгелек етіп орап алып, екінші бөлігін тағы да қосып орап жайғастырып алатын боламыз. Дәл видеодағыдай. Енді оның үстінен жақсылап басып аламыз. Қамырымызды жайып. Енді үстінен толықтай жұмыртқамызды жағып шығатын боламыз. Жұмыртқамыз барлық жеріне жағып шығып аламыз. Одан кейін мен үстіне күнжіт септім. Әр адам өз қалауы. Күнжіт сепсеңіздер де, сеппесеңіздер де болады. Күнжітті мен ұнататын болғандықтан күнжітті септім. Қамырымыз дайын болды. Пісіп шықты. Қатпарлы қаттамамыз өте жұмсақ, керемет болып шықты. Менімен болғандарыңыз үшін рахмет.